Баршаңызға сәлем, мың бір кеңес арнасында пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Кене шаққан соң аурудың алдын қалай алуға болады? Кене арқылы тарайтын аурулардың бірі Лайм ауруы. Оны кене боррелиозы деп те атайды. Одан басқа кене безгегі, бабезиоз аурулары да туындауы мүмкін. Оны анықтаудың жалғыз жолы ағзаға түскен кенені алып, арнайы сынамаға өткізу. Сол арқылы оның ауру тарату мүмкіндігін анықтауға болады. Егер бактерия анықталған болса, ауру белгілері алғашқы аптада пайда болып, бірнеше аптадан кейін, тіпті бірнеше айдан кейін ол қатты асқынып, соңы өлімге әкелуі мүмкін. Ауру асқынған кезде мынандай белгілер байқалады. Буын қабынады. Буын қабыну алдымен ауырсыну мен ісінумен көрінеді. Уақыт өте келе, жағдай артриттің дамуына және қозғалыстың шектелуіне әкелуі мүмкін. Неврологиялық белгілер байқалады. Аяқтардың ұйып қалуы, әлсіздік, қозғалыс белсенділігінің бұзылуы, беттің бір жағының уақытша салдануы, ми қабығының қабынуы, менингит. Бұл неврологиямен байланысты асқынулардың қысқаша ғана тізімі. Жүрек қан тамырлары мәселесі туындауы мүмкін. Соның ішінде ауыр аритмия, бауырдың қабынуы, гепатит, көздің қабынуы, қатты шаршау. Осындай асқынулар өлімге әкелуі мүмкін. Сондықтан Лайм ауруының асқынуына жол бермей, уақытылы ем алу өте маңызды. Егер кене шаққаннан кейін қандай белгілер пайда болуы мүмкін? Тұмау ауруы секілді ауырсыну мен әлсіздік пайда болады. Дене себепсіз тоңа береді. Бірақ жөтел, мұрнынан су кету немесе тамақ ауруы болмайды. Шаршау мен әлсіздік болады. Бас ауруы болады. Дененің ауырсынуы болады. Бездер ісінеді. Мойын тұсында аурулар туындауы мүмкін. Егер осы белгілердің бірнешеуін қатар байқасаңыз, дереу дәрігер көмегіне жүгініңіз. Лайм ауруын емдегенге қарағанда, оның алдын алған ыңғайлы болады. Сол үшін қауіпсіздік шараларын өте қатаң сақтау қажет. Табиғат аясына шыққан кезде дұрыс киініңіз. Ұзын жеңді киім, еркін тұратын шалбар мен спорттық аяқ киім болуы керек. Шалбарды шұлық ішіне салыңыз. Дененің ашық тұстарын жабыңыз. Ашық түсті киімдер киюге тырысыңыз. Себебі кенені байқау оңай болады. Бас киім міндетті түрде болу керек. Табиғат аясына шыққан соң киім мен денеңізді қайта-қайта тексеріп тұрыңыз. Биік өсімдіктер мен ағаштар арасына кірмеуге тырысыңыз. Кенелер сол жерлерде жиі жүреді. Үйге оралған соң 60 градус температурада киімдердің барлығын жуып алыңыз. Киімде көзге түспейтін кене жұмыртқалары қалуы мүмкін. Сондай-ақ табиғат аясынан оралған соң суға түсіп, бас терісі мен денеңізді тағы бір шолып шығыңыз. Егер кенені байқасаңыз, оны дәрігер көмегімен ғана алуға тырысыңыз. Өйткені өз бетіңізбен алған жағдайда кененің аяқтары денеде қалып қоюы мүмкін. Кене табылса, антибиотик қабылдауды ұмытпаңыз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.